Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге денсаулық арнасы. Бүгінгі видеода ентігу жайында айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Әртүрлі себептерге байланысты ентігу пайда болуы мүмкін. Кейбір жағдайларда жүгіруден кейінгі ауаның жетіспеуі күрделі аурулардың дамуын білдіруі мүмкін. Оларды ескермеуге болмайды. Ентігу өкпеде ауаның тоқырауынан туындайды. Нәтижесінде тыныс алу кезінде кедергі болады. Миға импульс жіберетін жүйке ұштары толық жұмыс істемейді және тіндердің оттегімен толық емес қанығу сезімі пайда болады. Жүгіру кезінде адамның қанында көп мөлшерде көмірқышқыл газы жиналады. Бұл тұншығу белгілеріне әкеледі. Жүгіру кезінде адамның ішкі органдары дерлік стресске ұшырайды. Адамның жүрегі жеделдетілген жылдамдықпен жұмыс істейді. Соның арқасында қан жылдамырақ айналады. Жүгіру кезінде ентігуді тудыратын ең көп таралған факторлардың қатарына мыналар жатады. Жаттығуға дұрыс дайындалмау, артық салмақ, темекі шегу сияқты зиянды әдеттер, физикалық дайындықтың қажетті деңгейінің болмауы, адам ағзасының жас ерекшеліктері, ішкі ағзалардың аурулары, шамадан тыс физикалық белсенділік жатады. Кейбір жағдайларда жүгіру кезінде ентігу тыныс алуды сақтамау нәтижесінде пайда болады. Бұл өкпеде ауаның тоқырауынан және тұншығудың пайда болуын тудырады. Ентігуді тудыратын аурулар. Тыныс алу жеткіліксіздігінің жалпы себебі бұл ішкі ағзалардың аурулары. Денедегі қосымша жүктеме кезінде аурулар асқынып кетеді. Нәтижесінде адам қолайсыздықты сезінеді. Ентігуді тудыратын жалпы себептердің бірі тыныс алу жүйесінің дұрыс жұмыс істемеуі, яғни өкпе және бронх аурулары. Көбінесе ентігу келесі мәселелерде пайда болады. Өкпенің жеткіліксіз ашылуы нәтижесінде тыныс алу жеткіліксіздігі, бронх демікпесі, тыныс алу жолдарының ауруларының осы түрімен тыныс алу жолдары қысылып, оттегімен қамтамасыз етілмейді. Тыныс алу жүйесінің аурулары тұншығуды тудыруы мүмкін және жөтелмен бірге жүруі де мүмкін. Тыныс алудың жетіспеушілігін тудыратын мәселелердің бірі жүрек жеткіліксіздігі. Нәтижесінде жүрек қан тамырлары арқылы қанды айдау қарқындылығын төмендетеді. Бұл дененің оттегімен қанықтырылуына әкеледі. Анемияның пайда болуы гемоглобин мөлшерінің төмендеуін тудырады. Нәтижесінде қан тамырлары арқылы оттек аз өтеді. Анемия кезінде жаттығу қан айналымын жылдамдатады. Соның салдарынан қандағы оттек азаяды және ентігу мен бас ауруы пайда болады. Эндокриндік жүйенің аурулары. Ауру ағзадағы метаболикалық процестерде жағымсыз көрінетін қалқанша безінің гормондар бөлуін көп мөлшерде қоздырады. Тыныш күйде адам проблеманың бұл түрін аз сезінеді. Дегенмен физикалық белсенділік қосымша стрессті тудырады. Бұл ауа жетіспеушілігіне және ентігудің пайда болуына әкеледі. Көбінесе мұндай белгілер келесі аурулармен кездеседі. Семіздік, қант диабеті, тиреотоксикоз. Ентігу себебін анықтау үшін толық тексеруден өту керек. Диагноздың нәтижелерін қолдана отырып, маман симптомдарды жою және қайталануын болдырмау үшін емдеудің дұрыс түрін тағайындайды. Емдеу әдістері. Тұншығуды тудыратын себепті жою. Маман дәрі-дәрмекпен емдеудің аурудың түріне байланысты тағайындайды. Оттегі терапиясы. Қанды қажетті оттегімен қанықтырады. Бронхты кеңейтуге арналған препараттар. Тыныс алуды жеңілдетуге көмектеседі. Өкпені желдету, басқа әдістер қалаған нәтиже бермейтін қиын жағдайларда қолданылады. Тыныс алу жаттығулары. Өкпенің қалыпты жұмыс істеу үшін арнайы дене жаттығулары. Қиын жағдайларда хирургиялық араласу тағайындалады. Көбінесе өкпе аурулары үшін қолданылады. Құрметті арнамның көрермендері, қазақ тілді арнаны дамытуға үлес қосып, арнама тіркеліп, видеоға лайк басып, комментарий қалдырып қолдап кетулеріңізді сұраймын.